Тамаша. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы, және де өздеріңізбен әдеттегідей бірге үйренеміз айдары. Өздеріңіз байқап отырғандай, біз тамаша мұз айдынында ала орталығындамыз. Қасымдағы бүгінгі қонағым Асқар мырза. Қазір осы конькиді қалай тебу керек, осы жаттығуларды қалай жасау керек, үйрену үшін қандай жаттығуларды пайдаланғанымыз жөн. Экраннан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Біріншіден, коньки тебу бұлшық еттерді созып, жақсылап жаттықтырады. Күнделікті 20-30 минут коньки тебу төзімді болуға көмектеседі. Сондай-ақ бұндай жаттығу аурулардан сақтайды. Асқар, қайырлы күн. Енді сіз коньки теуіп осы айналысып жүргеніңізге бірнеше жыл болды, 10 жыл болды. 10 жылдай болды. Қалай, қиын болған жоқ па? Ең басында әрине қорқынышты. Ол кезде неше жастан? 11 жасында. 11 жасында. Тамаша, яғни 11 жаста сіз ескірген, жігіт болған шағыңыз. Құлаған кездеріңіз болды ма? Әрине, әр адам құлайды үйренгенде. Үйрену, талпыну керек. Осындай кішкентай балалар сияқты үйрену. Міне, кішкентай балаларымыз біздің үйірмеге қатысып жүр екен. Аптасына негізі кішкентай балалар неше жастан бастап конькиге келу керек? Мысалы, спорт үйірмелеріне балаларды 3-4 жасынан бастап қабылдай бастайды. Ол хоккей, мысалы, фигуралы сырғанау, сол жерге қабылдайды. 3-4 жасынан бастап. 3-4 жастан бастап. Балалардың өзінің конькилерін таңдалады, размерлері бойынша киеді. Киімдерін айта өтетін болсақ, алдымен не нәрсені алу керек? Ең алдымен аяқ өзі ыңғайлы тұру керек конькидің. Қазір бір аяғыңды көтеріп қалған кезде бір құлап кететін сияқтысың, шын айтқан кезде. Әрине, жаттығу қажет. Менің аяғымда бір қазір размерім өзіме ыңғайлы болып тұр. Ал егер ол қысып тұратын болса, үлкен болып тұратын болса, ол ыңғайсыз деп ойлайсыз ба? Қысып тұрса, кішкене босату болады аяққа. Бірақ та қатты емес. Өйткені аяқ бос тұрса, зақым келтіру мүмкін аяққа. Тобықтарына. Өйткені босап тұрған кезде шығып кетуі мүмкін дейсіз ғой, Әр спорт түрінде әр костюмдер, өздері киімдері болады. Мысалы, хоккей айтсақ, олардың өздерінің қорғайтын денесін, өзінің формалары болады. Түсінікті. Ал енді мынандай сұрақ. Кішкентай балалар 3 жастан, 4 жастан бастап қатысады. Неше сағат жаттығу жасайды? 1,5 сағат. Шаршамай ма? Жоқ. Өйткені, сіздер білсеңіздер ғой, көрермендер, мен осы конькиді кішкентай кезімнен бастап өзім тебетінмін. Бірақ айтайын дегенім, көптен теппегесін ба, аяғың тез шаршайды екен. Тобықтарың біртүрлі ыңғайсыз сезінеді екен. Және де кезінде құлағаннан кейін ба, қазір менде қорқыныш пайда болып тұр. Ол әр адам басында бастап сырғанау бастағанда, ол аяқ үйрене алмай жатқанда ауыра бастайды. Бұлшық еттері. Оған көп жаттығу керек, аяқ кейін үйренеді, содан кейін ауырмайды. Ал үйренеміз ба? Бастайық, Асқар, жақсы. Ең алдымен кішкентай сәл қадамдармен жолда жүргендей тіземіз бүгілген, денеміз алға, кішкене екейтіп басыңызды көтеріңіз алға, қорықпай, ақырындап, дұрыс, тізеңізді көтеріңіз кішкене. Тізені көтереміз, аяқты бүгеміз сәл ғана. Ешінеден қорықпаңыз, егер де қаласаңыз, мен сізді ұстап қалам. Мен тобығым сәл кішкене болса да ауырып тұр. Неліктен деп ойлайсыз? Көп жаттықпағаннан? Көп жаттықпағаннан, Міне, тізені сәл бүгеміз де. Басты көтеру керек. Басты көтерген кезде бір түрлі, шын айтқан кезде бір тепе-теңдікті жоғалтып алатын сияқты кішкене қорқыныш бар. Менің ойымша бірақ үйренуге болатын сияқты. Ең бастысы жаттығу қажет. Сол аяғыңызды кішкене қатырақ бүгіңіз. Аяғыңыз түзетіп. Осылай. Балалар мысалы осындай әдемі жарыстарға қатысу үшін шамамен қанша уақыт керек деп ойлайсыз? Олар жаттығудан кейін қатыса бастайды. Міне тоқтаған кезде, яғни біз оң аяқты былайынан жаңағыдай алға қарай басып, наны басып жаңағыдай тоқтайды екенбіз. Сонда ол жаңағы өзінің қайтадан орнына келеді. Әрине кейде коньки теуіп келе жатқан кезде алдыңдағы адамға түйісетін сияқты қорқасың да және қашасың. Сол кезде жаңағыдай
құлап кетуі мүмкінсің, не болмаса тепе-теңдікті жоғалтып алуы мүмкінсің, иә? Сол сияқты міндетті түрде ол үшін біз Асқар не істейміз? Арқамызды түзу ұстап, денемізді бір аяққа басып, қаттырақ. Арқамызды былай еңкеймейміз, Еңкейіп? Жоқ, түзу ұстаймыз. Сонда біз құламаймыз артқа. Мен қазір сізге көрсетейін. Жақсы. Былай. Ой, тамаша. Артқа жаңадай айдау үшін қандай нелерді, қағидаларды ескеру керек? Арқа Иә. аяғымыздың арасын жақсылап тұрып ашып, тіземізді бүгеміз жақсылап, арқамыз сонда біздің түзу болу керек. Сосын? Содан кейін аяқтың ұшымен кішкене былай итерілеміз алға қарай. 1, 2. Яғни? Ұшымен былай қойыңыз да, қаттырақ итеріңіз. Бірінші рет артпен жүріп жатқан жайым бар. Яғни міне қазір ол... Яғни біз біріншіден ескереміз, Асқар, артпен айдаған кезде. Аяқтың ұшымен итеруіміз керекпіз. Екінші аяқ түзу тұрады да, сырғанайды былай артқа қарай. Содан кейін аяғымызды ауыстырып, екінші аяқпен итереміз. Қорықпаңыз, аяқпен ұшымен қаттырақ итеріңіз. Өте. Иә, енді осыған да... Ең басы алдымен жақсылап тебуді үйрену керек сияқты. Біраз өзінің қиыншылықтар бар. Шын айтсақ, сәл басында аяғың шаршайтын сияқты, тобықтарын кәдімгідей бүйтіп шаршаған сияқты. Өйткені жаттығуды көп талап етеді. Менің ойымша, адам егер ынтасы болса, бір 5-6 рет осы жаттығуға келгеннен кейін ерінбей үйреніп кететін сияқты, иә? Иә, әрине. Ал бас киім жаңағыдай кию қажет па? Әлде аса қажет емес деп ойлайсыз? Ең басында үйренгенде, ол әрине қажет. Тізеге тағатын қорған ішіміз бар. Шынтаққа да, басқа да кию керек оны, ең алдымен. Коньки тебу бұрыннан келе жатқан спорт түрлерінің бірі. Археологтардың зерттеу бойынша ең көне конькилер бұдан 3200 жыл бұрын солтүстік Қара теңіз жағалауынан табылған. Ал ең бірінші ресми тіркелген жарыстар Ұлыбританияда өтті. Әйелдер арасындағы әлем чемпионаттары 1936 жылдан бастап өткізілді. Коньки тебу спортының дамуы Алматы қаласында теңіз деңгейінен 1691 метр биіктікте орналасқан Медеу спорт кешенінің құрылысымен байланысты. Медеу әлемдегі кешендердің ішіндегі ең биік шыңды және мұзға құюға арналған мөлдір таза суының арқасында ерекшеленеді. Тағы да біз білмейтін қыр-сырлары бар ма, Асқар, өзіңіз білетін? Ең алдымен көп жаттығу керек. Және де өзінің денеңізді бос ұстап, өзінің деген сенімдеушілік болу керек. Талпыныс, сенімдеушілік. Сенімділік, иә. Енді жігіттер, қыздар, осы мұз айдынына келем, енді болмаса осы коньки тебуді бастайын деп жүрген жандар болса, міндетті түрде ескеретін дүниелерді өздеріңіз көрдіңіздер, естідіңіздер. Ең бастысы біз конькиді өзіміздің аяғымыздың өлшемімен бірдей қылып киіп аламыз. Аяққа киетін, тізеге киетін дүниені киеміз, шынтаққа киетін нәрсемізді киеміз, басымызға жақсылап киіп аламыз. Әрине мен қазір Асқар мырзаның жанында тұрғаннан кейін кішкене бас киімді кимей тұрған жайым бар, бірақ сіздер өздеріңіз келген кезде оны ескере жүріңіздер. Сосын міндетті түрде аяқты мынандай қылып сәл ішке басамыз. Ол басында ауыртатын сияқты, үйреншікті емес, өйткені міне бұлай ұстауға болмайды, міндетті түрде ол аяқ тобық шығып кетуі мүмкін. Міне көрдіңіздер ме? Мына тобық шығып кетуі мүмкін, жылжып кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде біз ішке басамыз, тіземізді сәл бүгеміз, арқамызды сәл алға қарай жаңағыдай еңкейеміз. Әрине біз салауатты өмір салтын бірге таңдаймыз. Біз коньки тебуді, әдемі болып сырғанауды бірге таңдаймыз. Сіздерге көп рахмет, Асқар мырза, сізге көп рахмет. Алғысымыз шексіз. Бірге үйренеміз айдары. Бізде қазір жарнама, арна қосылып olsun.